Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 18-ші сабақ. Сабақ бізде мазмұндама. Біз күз туралы мазмұндама құрастырайық. Тақырыбымыз күз. Күз мезгілі келіп, табиғат өзгереді. Ағаштардың жапырақтары сарғайып, жерге түсе бастады. Далада самал жел есіп, күн салқындай бастайды. Балалар жылы киім киінген. Олар мектеп ауласын тазартуға шықты. Балалар ағаштардан түскен жапырақтарды жинады. Балалар жиналған жапырақты ағаш астына көміп тастады. Өйткені жапырақтар шіріп, жерге табиғи қорек болады. Бұл мазмұндамада бізде 46 сөз бар. Енді біз мазмұндаманың жоспарын қарастырайық. Мазмұндаманың жоспары. Бірінші, күздің келуі және табиғаттың өзгеруі. Екінші, балалардың жылы киініп, мектеп ауласын тазалауы. Үшінші, жапырақты жинап, ағаш түбіне көмуі. Төртінші, жапырақтың жерге табиғи қорек болуы. Міне балалар, мазмұндамамыздың жоспары осылай шықты. Ал сабағымыз аяқталды, сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.